Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді чебурекілер дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап, видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қайнап тұрған ыстық суға тұз салып, жақсылап араластырамыз. Тұзды араластырып алғаннан соң үстінен сұйық майды құйып, барлығын біргелікте араластырып алатын боламыз. Осымен біздің суымыз дайын. Осылай ыстық күйінде ұнға қосып, қамыр илеп аламыз. Ұнды осылай ыдысқа салып, ортасын ашып алып, біздің суымыз ыстық болғандықтан басында қасықпен араластырып отырып, қамырымызды илеп аламыз. Міне осылай ортасына қарап қасықпен суды біртіндеп қосып отырып, біріктіріп, содан соң қасықты алып қолымызбен жақсылап біркелкі, жұмсақ біркелкі қамыр дайын болғаннан соң қамырымызды пищевой пленкада немесе целлофанға салып демалдырып қоямыз. Шамамен 30-40 минуттай демалғаннан соң қамырды алып, бөліктерге бөліп, дөңгелек пішін береміз. Описаниеде жазылған рецепт бойынша қамырды 20-22 бөлікке бөлсек болады. Міне осылай бөліп, жаңғақтай пішіндер береміз. Егер чебуректеріңіздің майда болғанын қаласаңыздар, одан да кіші бөліктерге бөліп қойсаңыздар болады. Мәселен, 30-40-қа бөліп, өте майда чебуректер жасасаңыздар болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелек пішіндерін беріп, тағы да бетін жауып, салмасын дайындағанша тындырып қоямыз. Салмасына фаршты алып, пиязды өте майда етіп ұсақтап тураймыз. Қазір жаз мезгілі болған үшін мен тек қана көк пияздан пайдаландым. Ақ пиязды салып, өте майда етіп қоссаңыздар да болады. Осылай ұсақтап, жақсылап турап қосамыз. Тағы айта кететіні, жаз мезгілі болғандықтан бұл жерде зелень, укроп, басқа да петрушка қосуыңызға да болады. Барлығы өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Мінеки үстінен тұз, бұрышты салып, жақсылап араластырып, салмамызды дайындап аламыз. Бұл жерде өзіңіздің қалауыңызға байланысты басқа да дәмдеушілер қосуыңызға болады. Мінеки біздің салмамыз дайын. Келесі кезекте біз дайындап қойған қамырларымызды біртіндеп алып, жақсылап жайып, екі жағына ұн сеуіп отырып, жайып аламыз. Не осылай өте жұқа етіп, жайып аламыз. Тек бір жағына фаршты салып, екінші бетімен қамырды жауып, вилкамен шетін жақсылап екі реттен басып шығып, бекітеміз. Бұл жерде біздің қамырымыз ашық қалмау керек. Егерде ашық қалып жатса, ортасындағы салмамыз қуырған кезде шығып кетуі мүмкін. Осылай әдемілеп кесіп, барлығын осылай дайындап аламыз. Дайын болған чебуректерімізді қысып тұрған майда кезекпе-кезек қуырып аламыз. Осылай бірінші бір жағын қызартып қуырып, қызарғаннан соң екінші жағын аударып қуырып аламыз. Мінеки осылай қып-қызыл етіп, екі жағын вилканың көмегімен аударыстырылып отырып дайындап аламыз. Біздің чебуректеріміз дайын болды. Қағаз майлықты алдын ала дайындап,
орналастырып шығамыз. Артық майын тартып алу үшін. Неке дайын болды. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Егер де ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.